Сәлем достар, мен бүгін сіздерге фанта, тархун және анар согынан жасалынған нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер және 1 шай қасық дрожжымызды салып, үстіне фантамызды құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Және 1 ас қасық май құйып илейміз. Қамырымыз илеп болдық. Енді нанымыз көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қоямыз. Енді тура сол рецептпен анар согынан қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді жылы жерге бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Тархунды да тура сол рецептпен илеп аламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бөліктерге бөліп, батонның формасындай нан жасап аламыз. Бұл бізде анар согынан иленген нан. Енді фанта және тархуннан иленген қамырымызды жасап аламыз. 3 бөлікке бөліп, батонның формасындай формада нан жасап аламыз. Табамызға салып, нан көтерілгенше тағы да бір 20 минутқа бетін жауып қойып қоям. Бетін майлап қойып қоямыз 20 минутқа. Сосын бетін осылай тіліктерге тіліп, духовкаға 320 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Нанымыз пісті. Жұмсақ, дәмі өте керемет болып шықты. Бұл бізде анар согына иленген нанымыз қызыл болып әдемі болып шықты. Міне фанта және тархуннан піскен нан мерекелік дастархандарға, қонақтарға қойсаңыз, дастарханыңызды ашып тұрады. Светофор нан десеңіздер де болады.